Зеректік. Үш жолаушы келе жатса, алдынан бір адам қарсы шығып, беймезгіл жүрген түйе көздеріңе түспеді ме деп сұрайды. Жолаушының біреуі, түйенің оң көзі соқыр ма еді дейді. Жоқшы, деп басын изеді. Екінші жолаушы, түйенің сол жақ артқы аяғы ақсақ па еді деп сұрайды. Дұрыс, сол жақ артқы аяғының сылтыңы бар еді дейді. Сонан соң үшінші жолаушы, түйенің құйрығы шолақ па еді деп сұрайды. Жоқшы, құйрығы шолақ деп асығып жауап береді де, ол түйені қайдан көрдіңдер деп сұрай бастайды. Жолаушылар көргеніміз жоқ дейді. Көрмесеңіздер, түйемнің белгісін қайдан білесіздер? Түйемді сендер ұрладыңдар деп жоқшы жабыса кетеді. Жолаушылар, ау жаным, денің сау ма? Түйені ұрламақ түгіл, көргеніміз де жоқ дейді. Жоқшы бұл жауапқа қанағаттанбайды. Төртеуі бір биге келіп жүгінеді. Би сұрастыра келе, ұрламасаңдар, көрмесеңдер, ол түйенің бейне белгісін көрген кісідей анықтап, байқап қайдан білдіңдер дейді. Жолаушылар, біз ұр емеспіз, мал баққан, малмен көзімізді ашқан шаруалардың балаларымыз, сондықтан білдік деп жауап береді. Қалай білдіңдер деп би қайта сұрайды. Жолаушылар, түйенің оң көзі соқыр ма еді дегеніміз, түйе бара жатып ылғи жолдың сол жағындағы шөпті жепті, оң жағындағы шөпті жемепті. Аяғының ақсағын білгеніміз тұрған жерінде артқы сол аяғын көтеріп тұрыпты. Түйенің құйрығы шолақ па екенін білгеніміз құмалақ тастағанда алысқа жіберіпті. Шолақ түйенің құмалағы алысқа түседі, құйрықты түйе құмалағын алысқа тастай алмайды депті.